Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қош келдіңдер менің арнама. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жол орташа жылдамдық тарау бойынша Бақынов есептер жинағынан бірінші нұсқаның жетінші есебі, яғни С тобын шығаратын боламыз. Жазып қояйық. Жол орташа жылдамдық. Бірінші нұсқаның жетінші есебі. Есептің шарты бойынша бір қаладан екінші қалаға велосипедші шықты. Жолдың жартысын 12 км бөлінген сағат жылдамдықпен, онан соң уақыттың қалған жартысын 6 км бөлінген сағат жылдамдықпен және ақырында 4 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай? Есептің берілген шартын жазып алайық. Берілгені бірінші жылдамдығымыз 12 км бөлінген сағатқа тең. Екінші жылдамдығымыз 6 км бөлінген сағатқа тең. Және соңғы жылдамдығымыз, үшінші жылдамдығымыз 4 км бөлінген сағатқа тең. Есептің шарты бойынша S1-іміз ол S2 және S3 жолдың қосындысына тең. Сонымен қатар T3-іміз ол T2-ге тең дейді. Енді бізге осыдан табу керек жолдың барлық жүріп өткен жолдағы орташа жылдамдықты. Табу керек орташа жылдамдықты. Есепті түсініп алу үшін бірінші сызбасын салып көрсейік. Бізге мынандай жол берілген. Есептің шарты бойынша жолымыз 3 бөлікке бөлінді деп тұр. А бөлігінен Б бөлігіне қарай. Жол 3 бөлікке бөлінген. Мынау S1, S2 және S3. Сол кездегі оның жылдамдықтары. Мұнда V1 жылдамдықпен, мұнда V2 жылдамдықпен, мұнда V3 жылдамдықпен жүріп өткен. Есептің шарты бойынша біздің велосипедшіміз бірінші жүріп өткен жолы бұл екінші және үшінші жүріп өткен жолдарының қосындысына тең дейді. Және мұндағы T2 уақытымыз ол тең болады T3-ке. Осы кездегі жалпы орташа жылдамдықты табу керек. Ол үшін біз орташа жылдамдықтың формуласын қарастырамыз. Оның формуласын мен алдыңғы сабақта қорытып көрсеткен болатынмын. Сол бойынша қарап алсаңдар болады. Формуласы жүрілген жолдары тең болса, яғни S1 ол S2-ге тең болса, біз мынау S2 мен S3-тің қосындысын S' деп белгілеп алайық. Сонда біздің S1-іміз мұнда жазуымызға болады S'-қа тең деп. Ал сол кездегі оның жылдамдығы, онда ол V'-қа тең деген сөз. Жолдар тең кезде біздің орташа жылдамдығымыздың формуласы 2 V1 көбейтілген V'-қа V1 қосылған V'-қа дейміз. Ал енді V'-ті қалай табамыз? S' болған жерде олардың уақыттары тең деп айтылып жатыр. Сонда T2 ол T3-ке тең болса, уақыттары тең кезде біздің орташа жылдамдығымыз, ол жерде орта жылдамдықты V' деп алсақ, жол 2 ғана бөлікке бөлінгендіктен V2 қосылған V3 бөлінген 2-ге тең деп қарастырамыз. Міне формуламыз дайын, енді мәндерін орнына қойып шығарамыз. Шешуі мұнда симайтын болғандықтан мен төменге жазайын. Бірінші бізге V' тауып алуымыз керек. V' тең
В екіміз 4 және В үшіміз 6 бөлінген 2-ге тең. 5 километр бөлінген сағатқа тең болды. Осыдан орташа жылдамдықты табатын болсақ, 2 көбейтілген 12 көбейтілген 5 бөлімінде 12 қосылған 5-ке тең. Мұнда 120 бөлінген 17-ге. Енді 120-ны 17-ге бөліп алайық. Жуықталғанда 7 километр бөлінген сағатқа тең болды. Есептің жауабы орташа жылдамдығымыз 7 километр бөлінген сағатқа тең екен. Келесі енді жол орташа жылдамдық тарау бойынша орташа жылдамдық. Екінші нұсқаның 7-ші есебі. Мұнда да С тобы. Есептің шарты бойынша моторлы қайық 2 бекеттің арасын өзен ағысымен 3 сағатта, ал сал 12 сағатта жүзіп өтсе, моторлы қайық 2 бекеттің арасын кері қарай қанша уақытта жүзіп өтер еді? Берілген жазайық. Берілгені моторлы қайық өзен ағысымен жүргенде ол 3 сағатта жетіп барды, ал сал 12 сағатта жетіп барды. Егер моторлы қайық өзен ағысына кері жүзетін болса, онда ол қанша уақытта жүзіп өтер еді дейді есептің шарт бойынша. Сонда табуымыз керек өзен ағысына қарсы жүзген қайықтың уақытын. Табу керек Q3 деп белгілеп алайық. Есеп түсінікті болу үшін мұнда да сызбамен көрсеткеніміз дұрыс. Мынау енді біздің өзеніміз деп қарастырайық. 2 бекеттің арасын жүзіп өтті. Осы жерде мұнда өзеннің жылдамдығы бар. Және біздің қайығымыз өзен ағысымен бағыттас жүзіп келе жатыр. Сол кезде ол Q1 уақытта жүріп барады, яғни жетеді А пунктінен Б пунктіне қарай. Ал егер сол жерде сал жүзетін болса, сал дегеніміз бұл ағаштан жасалынған кеме десек болады, мотор жоқ кеме. Бұл тек қана өзеннің ғана жылдамдығымен жүреді, өздігінен жылдамдық жоқ. Салдың жылдамдығы. Ол кезде салымыз 12 сағатта жүзіп барады. Ал егер біздің моторлы қайығымыз өзеннің ағысына қарсы жүзетін болса, ол қанша уақытта жүзіп келер еді деп сұрап жатыр. Сол бойынша қайықтардың жүріп өткен жолын жазып шығайық. Формуласы жүрілген жол дегеніміз бұл жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Енді бұл жерде біздің жылдамдығымыз бұл салыстырмалы жылдамдық болады. Бірінші, қайық өзен ағысымен бағыттас жүріп жатыр. Ол кезде біздің салыстырмалы жылдамдығымыз қайықтың жылдамдығы мен өзеннің жылдамдығының қосындысын аламыз, көбейтілген Q1 уақытта. Екінші, сал, S1 деп қояйық, S2. Сал өзен ағысымен жүріп бара жатыр. Салдың өзінің жылдамдығы жоқ, тек қана өзеннің ғана жылдамдығымен жүзіп бара жатыр. Сондықтан бұл өзен көбейтілген Q2 болады. Ал үшінші, қайығымыз өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатыр. Сонда оның салыстырмалы жылдамдығы қайықтың жылдамдығынан
өзеннің жылдамдығын азайтамыз. Көбейтілген Т3. Біздің моторлы қайығымызда және салымызда жаңа жүріп өткен жолдар тең. Сондықтан мына үшеуінің де жүрілген жолдары тең деп қарастыра аламыз. S3. Олай болса, бірінші біз S1 мен S2-ні теңестіріп алайық. S1, S2-ге тең десек, сол бойынша оның формуласын түрлендірейік. В қайық қосылған В өзен, жақшаның ішінде көбейтілген Т1-іміз 3-ге тең. Тең В өзен көбейтілген 12. Мұнда жақшаны ашайық. 3В қайық қосылған 3В өзен. Тең 12В өзенге. Өзеннің жылдамдығы бар шамаларды бір жаққа жинақтаймыз. Сонда мынау теңдіктің екінші жағына өтеді қарама-қарсы амалмен. 3В қайық тең. Азайту болып барды. 12-ден 3-ті азайтсақ, 9В қайық қалды. Өзен. Осыдан қайықтың жылдамдығын табатын болсақ, көбейтіліп тұрған 3 теңдіктің екінші жағына бөлу болып барды. 9-ды 3-ке бөлсек, 3В өзен шықты. Енді осы қайықтың жылдамдығын мұндағы бірінші теңдеудің орнына алып келіп жазатын болсақ, бірінші теңдеуіміз біздің В қайық қосылған В өзен көбейтілген 3 еді. В қайықтың орнына міне 3В өзенді қоямыз. 3В өзен қосылған В өзен көбейтілген 3. 3В өзенге 1В өзенді қоссақ 4 болады. 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12В өзенге тең болды. Енді S1 мен S3-ті теңестіре аламыз. S1-іміз бізде 12В өзен тең. Мұнда S3-тің орнына да В қайықтың орнына жазып шығуымызға болады. Соңынан теңестіріп аламыз. S3 тең В қайықтың орнына 3В өзен, азайтылған В өзен, көбейтілген Т3 еді. Азайтсақ 2В өзен көбейтілген Т3 болды. Енді барып біз теңестіре аламыз. S1-ді S3-ке. 12В өзен тең болады 2В өзен көбейтілген Т3-ке. В өзен мен В өзен қысқарып кетсе, осыдан біз Т3-ті таба аламыз. Көбейтіліп тұрған 2 теңдіктің екінші жағына бөлу болып өтеді. Сонда 12-ні 2-ге бөлсек 6 сағат. Есептің жауабы: моторлы қайығымыз өзенге қарсы жүзген кезде 6 сағатта жүзіп келеді екен. Т3-іміз 6 сағат.